Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін бізде дүниетану сабағы. Дүниетану сабағының тақырыбы менің отбасым деп аталады. Дүниетану сабағында отбасы мүшелерімен танысатын боламыз. Сабақтың мақсаты отбасы мүшелерінің ауызша портретін жасау және отбасындағы әдеп нормаларын түсіндіру. Кез келген адамның өз отбасы бар. Отбасы қоғамның бір бөлшегі. Оған бір үйде тұратын ең жақын адамдар жатады. Олар атасы, әжесі, әкесі мен анасы, ағасы мен әпкесі және іні қарындастары жатады. Суретте берілген отбасы мүшелерін айтып беріңдер. Дұрыс айтасыңдар балалар. Суретте анасы мен қызы, әкесі мен баласы бейнеленген. Отбасы адам санына қарай әртүрлі болады. Яғни шағын отбасы, көп балалы отбасы. Сондай-ақ ата-әжесімен бірге тұратын отбасылар да бар. Кез келген отбасында үлкендер кішілерге қамқорлық жасайды, ал кішілер үлкендерге көмектеседі. Отбасын қажетті азық-түлік пен керек жарақпен қамтамасыз ету үшін үлкендер еңбек етеді. Қамқор болу, көмектесу деген ұғымдарды қолданып, өз отбасың жайлы әңгімелеп бер. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта отбасы мүшелері жайлы ақпарат алдық. Отан отбасынан басталады деген ұғымды еске сақтайық. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.